Саламатсыз. Тағы да жаңа жыл құтты болсын. Алдыңғы айда бастаған сайт жасау және оны іске қосу деген әңгімемді тағы бір қадам алға жылжытып тастайын. Бүгінгі тақырып сол алдыңғы сабақтарда танысқан Open Server локал серверіне WordPress CMS-ін орнату. Оның не екенін біртіндеп айтамыз қазір. Мақсатымыз Open Server локал серверінде сайт жасауды бастау. Әңгіме осы туралы болады енді. Тақырып мына экранда жазылып тұр. Open Server локал серверді өткен жолы қалай орнату керек екенін бір-екі баптауларын айтқанымыз ем. Бірақ сайт жасау үшін тағы бір-екі баптауын туралауымыз керек. Соны көрсетейін. Содан кейін сайт жасаудың өзіне кірісеміз. Олай болса, мына бетті жаба тұрайын. Мынау Open Server панель деген жарлық тұр. Алдыңғы сабақта көрсеткендей, осы серверді қазір іске қосамыз. Бір шертемін. Төмен жақта қызғыш сары ту көрінді. Енді осы локал серверден іске қосуымыз керек. Бірақ қоспай тұрып, жаңағы айтқан керекті баптауды туралайық қазір. Настройка, яғни баптауға кіреміз. Сол жерде сервер деген бетте қазір ештеңе жоқ. Модуль деген бетті ашамыз. Бұл жерде қарасақ, Apache деген ол нағыз сайтты көрсететін және орнатып көрсететін сервер, HTTP сервер Apache. Ол қосылып тұр. Одан кейін PHP модулі қосылып тұр. PHP-дің әртүрлі нұсқалары болады. Міне. Оның 7-де 2-ші нұсқасы тұр екен. Тұра берген дұрыс шығар. Ал бізге керек баптау. Содан кейінгі MySQL немесе MariaDB деген. Бұл жерде сол сайт материалдарын бәрін сақтайтын деректер қорын іске қосуымыз керек. Ашып көрейік міне. Қалқымалы мәзірді. Оның ішінде деректер қорын басқару жүйелерінің небір түрлері бар. Оның кез келген пайдалануға болады әрине. Бірақ мен өз тәжірибемде қолданған MySQL деректер қорын басқару жүйесін қосайық. Сол жүйеде деректер қорын жасаймыз. Тағы да айтамын, сайттың барлық материалдары сол біз өзіміз жасаған деректер қорында сақталады. Және сайтты көрсететін кезде HTTP сервер барлық ақпаратты сол деректер қорынан алып барып сайтты істетеді. Осыны түсіну керек. Ал MySQL-дің ең жаңа версиясын, жаңа нұсқасын қоса салайын. Міне көрінді MySQL 8.0 деген нұсқасы, және ол Windows 10 операциялық жүйесінде істейді деп қойған. Менде Windows 10 жүйесі. Және лог запросов жүргізейік дейді. Бұл деген сөз деректер қорына жасалатын сұраныстардың барлығын есте сақтап тұрайық, жазып тұрайық дейді. Соған қанатша қоя салайын мейлі. Ал одан кейінгі PostgreSQL, MongoDB дегендер, олар да сол деректер қорын басқару жүйелерінің басқа бір түрлері, олардың бізге қажет жоқ енді. Міне бұл жерде бізге керекті баптау осы ғой деймін. Сонымен сақтауды басайын.
бір жабылып ашылады. Алдыңғы видеоларды көрген болсаңыз хабарыңыз бар. Енді жаба салайық. Бұл локал сервердің баптауы. Бізге қажетті баптаулар қазірше толық дұрыс қажетті параметрлеріне қойылды. Енді бірақ мынау операциялық жүйенің өзінде бір баптауы бар. Сол баптауды көрейік қазір. Панель управления дегенді білетін шығарсыз. Басқару тақтасы деп аталады. Сол басқару тақтасын ашамын. Сол жерден біз қазір региональные стандарты, яғни жергілікті стандарттар қабылданған баптаулар деген деп түсінуге болады. Соны ашамыз. Міне ашқан кезде мынандай терезе ашылады. Регион деген формат деген жерде қарасаңыз орыс тілі тұр, және ол Қазақстандағы орыс тілі емес, Россия деп қойған. Оның тұрған себебі жаңағы WordPress деген CMS-ті орнататын кезде оның нұсқауларында айтып қойған. Ол сайтты істету үшін локал серверді орнататын кезде оның дейді баптауының ең бір негізгі маңыздысы осы баптау дейді. Русский Россия дегенді қоймасаң сайт көрінбейді, істемей қалады дейді. Оның енді нұсқауында жазылғаннан кейін соны істейік. Енді оның қаншалықты рас екен, орнатпаса істемей қала ма, ол жағын мен білмедім енді. Сондықтан нұсқауы бойынша қимылдайық қазірше. Оның ішінде енді мынау екінші бетін ашамыз. Дополнительный деген қосымша баптау деген сөз. Ол жерде де мені орыс тілі деп жазып қойған жер бар. Соның батырмасын басамыз. Изменить язык системы деген. Соны ашқан кезде тағы да сол тіл көрсетіліп тұрды. Міне астында бета версия деген тұр. Осы жерде егер қанатша тұрса, осы қанатшаны алып тастау керек. Тағы да айтамын, онсыз дейді. Локал серверде сайтыңыз істемейді деген нұсқауда жазып қойған екен. Мұны мен де кейде байқамай қаламын. Қаншалықты бірақ істемей қалып жатыр. Онсыз да істеп тұр ма, ол жағын енді өзіңіз көрерсіз енді. Сонымен мен нұсқау бойынша көрсетейін. Осыны қанатшаны алып тастадым. Окейді басамыз. Егер қанатша жоқ болса, онда ештеңе етпейді. Қайтадан жауып қойсаңыз барлығын. Сонымен мен мынаны жабамын. Басқару тақтасын жабамыз. Барлық баптауды істедік. Міне енді серверді қоссақ болады. Және ары қарай біз сайттың өзін осы серверге орналастырумен шұғылданатын боламыз. Ал қызыл туды басамын. Қызыл сары туды. Сөйтіп локал серверді іске қосып қоя салайын. Туға қарасаңыз сарғайып барып жасыл түске енеді. Сол кезде локал сервер жұмысқа дайын деген сөз. Әлі сары болып тұр қазір. Қазір жасыл түске түсу керек. Міне жасыл түске боялды. Локал сервер дайын. Келесі жұмысымыз енді сайттың өзін осы локал серверге орналастыру. Ол үшін бір кішкене әңгіме айтуымыз керек. Сайтты жасайтын локал серверге әртүрлі әдіспенен сайтты қоюға болады, орнатып. Соның ең бір тиімді жолы локал серверді болсын, немесе хостингті болсын, сайт жасаудың бір көп тараған ыңғайлы бір түрі ол CMS-терді пайдалану. CMS деген ол ағылшынша қысқартылған сөз. Экранда көрініп тұр. Міне оның тарқатылып айтылса Content Management System, яғни мәтінді, мазмұнды басқару жүйесі деп аталады. Мазмұнды басқару жүйесі. Қай жердегі мазмұнды? Әрине
жасайын деп отырған сайттың мазмұнын басқаратын жүйе. Бұл жерде сайттың барлық мазмұнын, яғни ақпаратын басқарып отырып, қадағаныңызша орналастырасыз. Жайлап оқысаңыз, барлығы тұр. Фото суретіңіз бар ма, мәтін, басқа нәрселер бар ма, сайттың дизайнын, батырмаларын, мәзірлерін, басқа да қызметтерін барлығын осы CMS-ті басқарып өзіңізге туралап орнатасыз. Оған CMS өте ыңғайланып жасалған болады. Барлық сайтты қозғап іске қосатын болғандықтан CMS-терді кейде CMS движок деп атайды. Сайттың движогы дейді. Немесе веб-сайттың қозғалтқышы деп айтады. Ол енді мағынасына сай келеді. Және CMS-ті басқаратын өз ыңғайлы интерфейсі бар. Сол интерфейсті жақсылап игерген адам ешқандай қиындықсыз CMS арқылы сайт жасай алады. Ал CMS-тердің қандай түрлері бар екен, соны атап өтейік. Ең көп тарағаны әрине WordPress. Бағанадан бері айтып отырмын бірнеше рет. WordPress деген CMS ең кең таралған және өте жақсы, өте салмақты, көлемді сайттар жасауға жарайтын CMS. Мен өзім жеке сайтымды осы CMS-ті жасағанмын кезінде. Сөйтіп 10 жылдардан бастап былтырғы 22 жылға дейін сол сайтты жүргіздім. Өзім толтырып отырдым, өзім жөндеп отырдым, баптап отырдым. Былтырғы жылы ғана жауып тастадым, өйткені бар күшімді осы Facebook'ке салайын деп шештім. Сонымен келесі CMS-тің түрлері Joomla деген CMS бар, Drupal, Tilda деген бар, OpenCart, 1С, Bittrex, немесе одан басқа да көп деген CMS-тің түрлері бар. Енді мен білетін оның ішінде Joomla, Drupal'ды көрдім, орнатып істетіп көрдім, сайт құрып. Бірден айтуыма болады. Joomla, Drupal'да сайт жасау күрделірек. Ол жерде баптаулар өте көп. Оны кәсіби веб-программистер ғана қолданады ғой деп ойлаймын. Қызықсаңыз, қарап көрсеңіз болады, орнатып. Joomla, Drupal интернетте тегін таратылады, беймарал жүктеп алуға болады, пайдаланып көруге болады. Қандай екен өз көзіңізбен көресіз тәжірибеде. Ол өте үлкен пайдалы тірлік болады. Көріңіз, салыстырып көресіз. Мен WordPress-те істедім, өз сайтымды жүргіздім, біраз тәжірибе жинақтадым. Сондықтан сол WordPress туралы әңгіме айтып, WordPress-те сайт жасауды көрсетіп бөлісейін деп тұрмын. Міне CMS-тер туралы қысқаша түсінік. Ал енді сол WordPress CMS-ін қалай аламыз және локал серверге қалай орнатамыз, соған өтейік енді. Ол үшін интернетке шығасыз, сөйтіп мына сайтты тауып аласыз да, адресі жоғарыда тұр, WordPress.org деген сайт. Кіресіз, бірінші ағылшынша шығады. Егер ағылшыншаны жақсы түсінемін, сайтты ағылшын тілінде жасай беремін десеңіз, осы жерден WordPress CMS-ін жүктеп алуыңызға болады. Жоғарыда оң жақта Get WordPress деген тұр. Сол батырма арқылы осы жерден ағылшынша нұсқасын жүктеп ала беруіңізге болады. Сонда да анықтап көрсетейін. Міне WordPress CMS-ін жүктеп алатын сайт, тегін жүктеп аласыз. Және аз ғана көлемді алады. Бір демде жаңағы жүктеп аласыз. Көп уақыт алмайды. Ағылшынша нұсқасын ала берем десеңіз, мына оң жақтағы жоғарыдағы батырманы басып жүктеп алуыңызға болады. Немесе мынау бетінде, төменде де сол батырма тұр. Осы батырмамен жүктеп алсаңыз да болады. Көп мүмкіндіктер жасап қояды. Барлығы қарапайым адамдарға түсінікті түрде жасалады. Ал WordPress CMS-ның
эмблемасы немесе логині міне мынау дөңгелектің ішінде бірінші әріпі. Жалпы WordPress CMS-ін WP деген әріппенде белгілейді. Оны да біліп қойыңыз. Міне осы жерден тағы бір қайталайын, ағылшынша нұсқасын жүктеп ала беруге болады. Ал енді ағылшынша түсінбеймін десеңіз, онда орыс тілінде жүктеуге болады. Мына сайтты сәл көтерсеңіз, төменде жазулы тұр. Тура қарсы алдыңызда жазулы тұр. Ол жерде айтады: WordPress доступен и на вашем языке дейді, русский деп қойған. Бізге түсінікті тіл болғандықтан, біз осы тілдегі WordPress-ті қазір жүктеп алуға әрекет істейік. Кіремін, сол сілтемені басып, міне қарасаңыз, бірден жаңағы WordPress.org сайтының орыс тілді нұсқасы ашылады. Міне жоғарыда, оң жақ жоғарыда скачать WordPress деп батырма тұр. Сол батырманы басасыз да, бірден жүктеу кетеді, жүктеп аласыз. Қай жерге жүктеп отқаныңызды бірақ есте сақтап қойыңыз. Көбінесе әрине ол загрузка бумасына түседі, немесе жүктеу деген бумаға түседі. Болмаса басқа бумаға жіберетін болсаңыз, оны кейін таба алатын болыңыз. Бір қарап қойыңыз, қай жерге жүктелгенін. Сонымен ол жүктеуге уақыт кетпесін деп, мен WordPress-ті жүктеп дайындап қойдым. Қазір соны көрсетейін. Міне қазір загрузки бумасын ашамын. Сол жерде міне WordPress CMS-і мұрағат түрінде, яғни архив түрінде жүктеледі. Оның аты, нұсқасы жазылып тұрады. Міне менде WordPress 6.1.1 деген нұсқасы. Мүмкін ол нұсқа жаңарғанда болуы мүмкін. Мүмкіндігінше ең соңғы нұсқаны жүктеп ала берген дұрыс болады. Әрине, тағы да айтам, операциялық жүйеге қатты мән беріңіз. Соңғы нұсқалары Windows 10-11-де ғана істеуі мүмкін. Оны ескермесеңіз болмайды. Ал компьютеріңізде Windows 7 тұрған болса, онда мүмкін сәл ескіріңкіреген нұсқаларын алып орындататын шығарсыз. Оның бәрін жаңа сайттан қарап оқысаңыз, ескертіп бәрін айтып қойған, нұсқа беріп қойған. Соған қарап қимылдайсыз. Ал енді бұл мұрағатты әрине ашу керек. Онда мені дайындап қойған, қазір көреміз. Мұрағатты ашқан кезде алдыңыздан мені WordPress деген бума шығады. Көп тұрған шығасыз. Мен сол жақтан көрсетіп жатырмын. Енді келесі тірлігіміз не болады дегенде, келесі тірлігіміз енді мынандай болады. Осы WordPress бумасын толық сол күйінде көшіріп аламыз. Міне оң кнопканы бастым. Оң кнопканы бастымда көшіру, яғни копировать деген команданы басамын. Көшіру емес, басып өтін жаңағы кесіп алсаңыз да болады. Негізі көшірген дұрыс. Болмай қалса, мына жердің тағы да көшірмелерін ала бересіз. Мына көшіріп алдым. Мына буманы жауып қоя салайын. Мына сайтты да жауып қоя салайын енді. Кейін бағанағы төмендегі жасыл туға барамыз. Локал сервердің мәзірін ашамыз. Және өткен видеода айтқанмен, сайт жасайтын кезде керек болады деп, мына папка с проектами деген мәзірдің бөлімі тұр. Сол папка с проектами деген, яғни жобалар бумасы дейді. Сол буманы ашамыз. Бір шертеміз. Міне жобалар бумасы ашылады. Оның ішінде бір бума тұрады. Localhost деген. Оны қазірше қозғамай қойып, ол туралы айтпай қойын. Мағынасы бірақ localhost деген жергілікті сайт дегенді білдіреді. Оған тимейміз. Біз осы жерге, міне, осы жерге оң кнопканы басамыз да вставить деп жаңағы WordPress бумасын қоямыз.